Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ерекше начинкасы бар, өте дәмді болып шығатын осындай рогаликтер дайындайтын боламыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен 350 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. 150 грамм сары майды салып, крошка жасап аламыз. Одан кейін 2 ас қасықтай жүгері крахмалын қосамыз. 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Шым-шым тұз саламыз. Және де 1 жұмыртқа және 150 грамм 20 немесе 15% қаймақ қосатын боламыз. Осы заттардан жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз кішкене жұмсақтау болса, сәл ұн қосуға болады. Қамырымыз дайын болғаннан кейін целлофанға салып, тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындай береміз. Начинкасы үшін бізде 200-250 грамм жақсы сапалы варенка және де 100 грамм грек жаңғағы керек. Грек жаңғағын блендермен немесе ет тартқыштың көмегімен үгітіп езіп аламыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, осылай ұн себу арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Біздің рогаликтеріміздің көлемдері бірдей шығу үшін 30 граммнан бірдей етіп бөліп аламыз. Және де осылай жеке-жеке жайып, рогаликтерімізді жасайтын боламыз. Алдымен қамырымызды жұқалау етіп жаямыз. Одан кейін осылай 3 жерінен кесіп, начинкамызды саламыз да видеодағыдай ораймыз. Шеттерін жаңағы начинканы орналастырғаннан кейін мұқият жабуды ұмытпаңыздар. Себебі жаңағы ішіндегі начинкамыз піскен кезде ағып кетуі мүмкін. Міне барлық рогаликтеріміз дайын болды. 180 Цельсий градуста 30 минуттай пісіреміз. Бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп, әдемілейміз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.